Bir-birimizге деген жақсы тілектен бастаймыз. Bir-birimizге деген жақсы тілекті айтамыз. Одан кейін сабағымызды бастаймыз. Ал, бастаймыз. Sen айтыпсыз. Қатты айтамыз. Әдемі бол, хорошо. Еңбекқор бол. Sen bölümde бол. Ары қарай. Sen ақылды бол. Sen әдемі бол. Sen алғыш бол. Sen батыр бол. Дұрыс. Sen әдемі бол. Sen бөлімде бол. Дұрыс. Sen ақылды бол. Sen Жомарт. жомарт бол. Sen жомарт бол. Айтамыз. Sen Sen атау бол. Sen тыртыр бол. Жарайсың. Ал, балалар, енді біз сабағымызды бастаймыз. Bir-birimizге жақсы тілектер айттық. Үй тапсырмасына балалар сөздік жаттау және бата жазып келу берілді, иә? Бата жаздық па барлығымыз? Жарайсыңдар. Кәдеке, баталарымызды оқиықшы. Кім жазып келді, қол көтереміз? Жарайсыңдар. Оқи ғой, Рамазан. Оқы. Аламан болып ер жетсін, ақсақал болып төр жетсін, қаз батырдай көрікті, ғұмырға болсын берілсін. Дұрыс. Өте әдемі бата жазыпсың. Диана, оқи ғой батаңды. Құдай берсін, кер қалмасын, дастарханың мол болсын, абырайың зор болсын, атасының байлығын берсін. Отбасының байлығын берсін. Илан, оқи ғой. Карина. Құдай берсін, кем қалмасын, дастарханың мол болсын, абырайың зор болсын, отбасының байлығын берсін. Дұрыс. Диас, оқи. Өмір берсең жайлық бер, дәулет берсең сайлық бер, бау берсең мейуалық бер, келін берсең ибалық бер. Дұрыс. Абдулазиз, оқи ғой. Әуел Алла ондасын, пайғамбар болсын жолдасын, өткендерді ойласаң, аруақтар қолдасын, сыртымнан ғайбат айтқан жан тәк өзіндей болмасын, ризығын дәулеттің қолынан кетпесін, иманы жерге жетпесін, қайырлы ғып дәулет берсін, өмір ғып перзент берсін, анам деп есіне алған жанды, екі жалғанда қорғаушы бұл пайғамбар қасына алсын, әмін. Дұрыс. Кім оқи ғой, Селина оқи ғой. Денің сау болсын, жақсы оқи, батыр бол. Ана мен әкесі тыңда. Анам мен әкемді шыда. Данил, Аламан болып ер жетсін, ақы сақал болып өтіргесі, қаз батырдай көрікті, қолдарға болсын берікті. дұрыс. Ал, балалар, сендер өте жақсы әдемі бата жазып кетсіңдер. Жарайсыңдар. Енді балалар, мен сендерге сөздік жаттауға берген, дұрыс па? Сол сөздік бойынша қазір ыстық орындық ойын ойнап жібереміз. Өткен сөздіктер бойынша. Жарай ма? Так, енді бірінші қатардан кім шығады ыстық орынға? Каники. Фаина шығасың ба? Кел. Бірінші қатардан Карина кел. Жоқ, бірінші Фаина, содан кейін сен, хорошо? Так, ал Фаинаға өткен сөздерді айтамыз. Ал, Рамазан сөз айтамыз. Сөз? Я, орысша айтамыз, біз қазақша айтамыз. Ал, Документ. Құжат. дұрыс айтты. Юрта дейді. Тез. Иә, дұрыс. Кирпич, отырбайтын. Кувшин. Құмыра. Ага. Век. Ағасы. Да, дұрыс. Камзол. Хамзол. Диас айтам. Монета. Отырбай. Если знаешь себе говорить? Тиен, оны қапты кішкене, Рамазан. Шапан, дұрыс. Фаина жақсы ойнады ма? Ыстық орындықты екінші қатардың абыройын жақсы сақтап айтып берді. Енді бірінші қатар. Каринаға қоямыз, Каники, бұлар білмеген өзіміз айтамыз. Қымбат. Данил. Пуговица. Біраз түйме. Благословение медаль. Бата, дұрыс. Ал айтамын. Курт дейді, курт. Кувшин. Құмыра. Фаина. Юрта. Бол,
жаңа. Киіз үй. Иә, жаңа қойылды, айтамыз. Сыр. Ірімшік. Ірімшік. Абдулазиз Өмір сүреді. өмір сүреді. Ты же на казахском сказала. Ты на казахском сказал. Орысша айт. Орысшасы живет. Так, ай, для Старый дворец. Көне сарай. көне. Көне сарай. Жарайды, отырамын. Жарайсың. Кел. Тез бол. Ал, Селинаға айтамыз. Кәреке, бұл сөздік жаттауға келдік па? Сөздік бұрынғы өткен сөздік. Жақында өткен Рушана. Сыбызғы. Сыбызғы. Қазақтың ұлттық аспаптары өткен. Сыбызғы. Движением покажи, какой инструмент. Өзің айт. Дудочка. Сен қазақшасын айттың. Енді орысша айтамыз дедім. Ал, айтайын. Обманывать. Обманывать. Алдау. Исмаил. Мавзолей айтамын. Есене. Дұрыс айтасың. Тюбетейка. Да? Иә. Ал айтамыз. Сыр. Недавно был. Так, кім? Карина. Медь. Недавно. Медь. Металл. Зергерлік бұйымдар. Вспомните. Зергерлік бұйымдарда мыс. Айшат. А? Не басня, мы проходили. Былина. Правильно же. Так, ал балдар. Біз сендермен сөздікті қайталадық. Әлі де болса сендер сөздікті жақсылап қайталап жасаулары қажет балдар. Дұрыс па? Ал балдар, енді тақтаға қараймыз. Балдар, сендер бұл ақын жазушы туралы өткенсіңдер. Бұл кім балдар? Ол аты жөнін айтамыз. Кәнекей. Жақсылап айтыңдар. Абай Құнанбаев. Тағы да дұрыс айттың, дұрыс. Тағы қайтып айтамыз. Сазгер. Ол кім деген жоқпын, бұл кім? Пока. Ибрахим Құнанбаев. Дұрыс. Шын аты Ибрахим. Дұрыс айтасыңдар. Нет, дұрыс. Крыловтың шығармасын аударған біледі. Так, балалар, бұл біздің ұлы жазушымыз Абай Құнанбайұлы. Ол жазушы туралы біз былай деуімізге болады, балалар. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Мы можем сказать, что его нету в жизни, но он оставил незабываемый след за собой. Это так переводится, ребята. Так, енді сендер білесіңдер. Енді сұрақ, Абай кім болған өмірде? Кім болған Абай? Кәнекей? Композитор. Ұлы ақын. Философ. Ұстаз. Дана. Жазушы. Дұрыс. Аудармашы. Дұрыс. Әнші. Ағартушы. Дұрыс. Халқының мақтанышы. Өте дұрыс балалар. Сендер классик дұрыс айтасыңдар. Сендер Абай туралы өте жақсы біледі екенсіңдер. Бұрын сендер өткенсіңдер. Жақсы. Енді балалар, сендердің бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы өздерің айтқандай Абай Құнанбайұлы. Жаңа сабағымыз. Новая тема Абай Құнанбайұлы. Ұлы ақын. Дәптерімізді ашамыз, жазамыз. Қарашаның 30-ы, сынып жұмысы. Тақырыпты тақтадан жазасыңдар. Абай Құнанбайұлы, төбедегі тақтадан ұлы ақын. Дәптерімізді ашып жазамыз. Ұзақтығы 2-2,5 минут. Мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сөйлемді толықтыру, және түйінді тұстарын анықтау, кесте, кластер құрастыру, каллиграфиялық нормаларға сәйкес әріптерді өзара байланысын сақтап, бір сызықта көркем жазу. Сабағымыздың аяғына таман балдар, біз кішкене сөздік диктант жазып өтеміз бүгінгі тақырыпқа байланысты.
Жалпы сабағымыздың мақсаты тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді оқушылар. Сөзден сөз тіркесін сөйлемдер құрастырады, сөздерді жіктейді, тәуелдейді, септейді. Каллиграфиялық нормаға сәйкес әріптердің өзара байланыс сақтап, бір сызықты көркем жазуға тырысады. Біздің сабағымыздың мақсаты: вы должны четко, ясно отвечать на вопросы, уметь работать с текстом, написать диктант очень грамотно и очень красиво, склонять по падежам, притяжательной форме глагола и в личной форме глагола. Жіктік жалғауда біз жіктеп, дұрыс жіктеуіміз керек, личным окончанием. Так, дальше. Енді балалар, біз сабаққа қойылған, сендер осы сабақта не үшін қанша балл аласыңдар? Сол жағын сендерге таныстырып өтейін. Сейчас, ребята, я вас познакомлю с критериями урока, по которым я буду оценивать вас, ставить баллы. Так. Жаңа сөздерді қолдана отырып, олармен сөз тіркестерін сөйлемдер құрау. Вы должны правильно, используя новые слова, составлять словосочетания и предложения. Осы сөздерді дұрыс септей, тәуелдей және жіктей білу. Эти слова сегодняшние новые вы должны правильно уметь склонять по падежам, личным местоимениям, притяжательной форме глагола тоже. Қойылған сұрақтарға нақты әрі дұрыс жауап беру. Поставленным вопросом на уроке вы должны четко, ясно, правильно уметь отвечать. Понятно? Түсіндік пе, балалар? Өте жақсы. Келесі. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеден өтті. Ол ұстаз, ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің негізін қалаушысы, философ, композитор. Абайдың басқа балалардың алымдылығын аңғарған Құнанбай оны елге шақыртып алып, өз жанына ертіп әкімшілдік билік жұмыстарына араластырмақ болады. Сөйтіп 13 жастағы Абай ел ісіне араласады. Так, ребята, как вы говорили, Абая Құнанбаева, настоящее имя, вы сказали, как Ибрагим. Ажесы Зере, его бабушку звали Зере. Он был любимым его внуком, баловал его и назвал его, любя, Абаем. И среди народа его назвали, до сих пор его называют Абай Құнанбайұлы. Понятно? Да. Хорошо, все. Абайдың әжесі Зере, Абайға халық қазынасынан нәр беріп, бойына ізгілік шуағын сепкен, білімге итермелеген ұлы ұстаз, тәлімгер ана. Анасы Ұлжан, ұстамды, мейірімді мен ақылды молда. Его маму звали Ұлжан. Она была очень мирная, как переводится? Добрая была, ақылды, умная была, молдана кісі болған. Она очень была, да, очень хорошая, все хорошие качества были в ней, ребята. Дальше. Кісі бол. Абай орыс әдебиет шығармаларымен танысады, әсіресе Түмен Лермонтовтың шығармаларын сүйіп оқыған. Абай атаның және... Так, ребята, балалар, біздің ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлы орыс әдебиетімен Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Белинский, Добролюбов шығармаларымен танысады. Солардың шығармаларын өте сүйіп оқиды балалар. Әсіресе Пушкин мен Лермонтов шығармаларын сүйіп оқып, оларды қазақ тіліне аударады. Ребята, он очень любил произведения русских великих писателей. Особенно он переводил произведения Крылова, Лермонтова и Пушкина, ребята. Сөзі бар. Осымен Абай ата туралы қысқаша мәлімет бітті. Так, ребята, я вам хотела коротко и ясно рассказать Абай, что, кем был, вашим знаниям еще добавить немножко информацию. Түсіндік пе, балалар? Ары қарай. Мына жерде балалар қараймыз.
Абай бізге кім деді бірінші? Ақын. Так, его стихи. Сазгер. Это кто? Композитор. Аудармашы. Переводчик. Ағартушы. Просветитель. Әнші. Певец. Дурус, певец. Вот он даже свои песни играл на домбре и пел свои песни. Так, вот эти русские писатели, которых он любил и переводил их произведения. Пушкин, Лермонтов, Крылов, ребята. Так, енді балалар, жаңа сөздермен танысамыз, новые слова. Жаңа сөздер. Так, дәптерімізді ашамыз, жазамыз жаңа сөздерді. Так, ақын, поэт, жазушы, писатель. Ребята, одну минуту, подождите, одну минуту. Сазгер, композитор, құжат, документ, баспа, печать, қолжазба, рукопись, мақтаныш, гордость, ұлы, великий, дара, одаренный, адал, честный. Некоторые слова вы уже знаете, да, ребята? Ребята, за мной все вместе повторяем сначала на казахском. Ребята, ақын, жазушы, сазгер, құжат, баспа, қолжазба, мақтаныш, ұлы, дара, адал. Правильно сказали, ребята. Дома тоже, как сейчас выговариваем слова, также учим наизусть их. Жазыңдар. Да, словами. Сөздік дәптерге жазамыз. Сергіп усяқты. Қара жорға бейне сергіп усяқты жасаймыз. Встаем. Один билет. Жарайсыңдар балалар. Алдарында сендердің мынандай парақтар балалар. Абай атамыз туралы. Ол қандай кісі, кім болған? Екеу, жұппен жұмыс жасайсыңдар. Сен сол жағына жазасың сөйлеп, сен оң жағына. На левой, на правой стороне. Солай жазып, осы парақтарды жазып, маған оқып бересіңдер. Кәнеки, бастаймыз. Болады. Жазамыз. Біз көп деген сөздер өттік балдар, оның алдында, мейірімді, ақылды, дана, ұлы, кемеңгер. Жазамыз, тездетіп жазамыз. Жазып болған жоқ, қолын көтерсе болады. Бүгінгі жаңа сөзге бар, оны жазбаймыз қалай. Хорошо вместе. По одному слову прочитайте, которое вы написали. Дұрыс, Селина, сен оқы. Ақын, дұрыс. Ары қарай, Данил, не жаздың? Оқы.
Аударма сөз. Дұрыс. Классик. Классик. Дұрыс. Жазушы. Сазгер. Дұрыс. Тағы кім болды? Дана. Сен, дұрыс, болды. Басқа жоқ оқысын, оқыңдар. Дамыздар. Кезек-кезек оқың. Мақтаныш дұрыс. Дара. Дара, ары қарай. Ұлы ақын. Ұлы ақын, ары қарай. Дана. Дана. Жазушы. Жазушы. Философ. Болды. Ары қарай қай жұп болды? Дұрыс, дұрыс. Так, Абдулазиз екеуі болыңдар ма? Ал, оқыңдар. Ұстаз, философ. Абдулазиз қасындағы жұбында оқу керек, оқысын. Кезекпен оқысаңдаршы, Абдулазиз. Я, енді сен оқы, Абдулазиз тез. Философ, ары қарай, сен оқы. Болды, жарайды. Басқа жұп оқысыншы тағы да. Басқалар да оқысын. Айшат болдыңдар ма? Болдыңдар, оқыңдар. Карина да болды. Жазушы. Дұрыс. Философ. Сазгер. Сазгер. Дана. Ұстаз. Мақтаныш. Так, болды, балалар. Енді, балалар, бізде уақыт тым аз қалды, у нас времени немножко мало осталось. Это помните, мы склоняли по падежам, да, жалғауда. Теперь давайте по одному ученику из каждого ряда, әр қатарда бір оқушы, ауызша септеп, тәуелдеп, жіктеп береді. Так, кім бізде бірінші қатардан, кім бізде септейді? Так, Карина, баспа сөзін септеші туралы. Ауызша, устно, я. Баспаның. Атау, атау. Стоя. Баспа. Лексика. Баспаның. Барысықты. Баспаға. Табысықты. Баспана. Жатысықты. Баспа. Не подсказывай, Рамазан. Өз айтады. Баспа. Да. Баспада. Шығыс. Тез. Баспа. Дан. Баспадан. Көмектесіп баспамен. Дұрыс. Так, екінші қатарды бізге тәуелдейтін тұғын. Тағы кім тәуелдейді? Еще, молодцы, екінші қатар старается. Абдулазиз, құжат сөзін, жаңа сөзден. Менің құжатым, сенің құжатың, сіздің құжатыңыз, оның құжаты, біздің құжатымыз, сендердің құжаттарың, сіздердің құжаттарыңыз, олардың құжаты. Дұрыс. Үшінші қатардан. Так, үшінші қатар жіктеу. Бізде жіктейді сөздерді. Рушана, жіктеуіш? Мен ақынмын, сен ақынсыз. Ақынсың. Сіз ақынсыз. Ол ақын. Біз ақынмыз. Біз ақынбыз. Ақынбыз. Сендер ақынсыңдар. Сіздер ақынсыздар. Олар ақындар. Жарайды. Ақындар. Ары қарай, балалар. Так, енді балдар, сөз тізбегі әдіс бойынша мен бір сөз айтамын, сендер сол сөздің соңына келетін. Кез келген сөз айтуға болады. Мысалы, бүгін өткен сөзімізден құжат сөзін алайықшы. Құжат қай әріпке бітіп тұр? Т әрпіне. Қандай сөз бар Т әрпіне? Кәнеки, барлығымыз. Кәнеки, Т әрпінен. Тәртіпті өттік. Түркістан. Табу. Тағы да Т әрпінен. Тәртіпті жарайды. Тарас. З әрпіне. Кәнеки, З әрпіне. Зергер дұрыс өттік. Так. Зергер. Жоқ, ондай сөз жоқ. Так. Заттар. Мынау Р әрпіне. Рәміздер дұрыс айтасың. Опять тағы да Р әрпіне кім айтады? Рәміздер. Біз қандай республика біздер? Қандай сөз? Республика. Біз қандай республикамыз? Қазақстан республика.
успехамыз. Дұрыс айтасыздар балалар. Енді балалар, сөздің сабағымыздың соңында Абай атамызға байланысты все слова, которые относятся к нашему великому поэту ақын Абай Құнанбайұлына байланысты сөздерді бір сөзден айтып шығыңдар. Кәнеке Рамазан. Абайға байланысты сөз. Абай философ. Философ. Ақылды. Ақылды, тез-тез давай. Ақын, тағы да. Устаз. Даже можете русских писателей назвать. Русских писателей тоже можете назвать. Дара, тағы. Сен болдың. Устаз, тағы да. Сен айтып болдың. Айшы. Дұрыс. Тағы. Классик. Дұрыс айтасың. Пушкин. Дұрыс айтады. Дұрыс. Жазушы. Лермонтов. Дұрыс. Композитор. Дұрыс. Философ. Дұрыс айтасың. Жақсы балалар. Енді балалар, біз сендермен қазір біз Абай Құнанбайұлын біз әнші, композитор деп атадық. Дұрыс па балалар? Әнші, композитор. Абай Құнанбайұлының сендер бүгін қазір көзімнің қарасы өлеңін тыңдап көріңдерші. Его песня «Көзімнің қарасы». Не можем послушать. В следующих уроках мы послушаем до конца его песню «Көзімнің қарасы». Хорошо? Жарай ма, балалар? Өте жақсы. Балалар, біз сендермен бүгін ұлы ақын Абай Құнанбайұлы туралы өттік, балалар. Және сендер ол ақын туралы былтырғы жылдан бұрыннан білесіңдер, өткенсіңдер. Енді сендер былтыр өткен кезде оның тақпақтарын, өлеңдерін жаттадық па? Жаттады. Дұрыс. Бірінші қатардан кім айтады Абайдың өлеңін? Бұлар айта ғой жатқа стих. Өзіңде бармен көзге ұрып, артылан деме өзгеден. Күндестіні көздіріп, азыққа алмай өзгеден. Ақырын жүріп, анық бас, емдеген кетсе далаға. Ұстаздық қылған жолықпас, реттіден балаға. Жарайсың. Ал қайын айта ғой. Әсіпазыңа әрін, өнеппаз болсын әрқалын. Сен де бір көрпіш дүниеге, кетігін тапты бар қалын. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат күнде бар, сол жарасар туғанға. Жарайсың. Үшінші қатардан Рушан айта ғой. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз өсек. Өсек өтірік мақтаншақ еріншік. Бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз. Отырады. Жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызда алдарында жатқан мынау біздің стикерлеріміз бар, балалар. Сабақты кім жақсы түсінді? Мына стикерді көтереді, білесіңдер балалар. Кім тағы білгісі келеді, ары қарай өлеңдерін тыңдағысы келеді.
Дағы абай туралы тереңірек білгісі келгендер мына жасыл түсті көтереміз. Кім сабақты түсінбеген болса, мына сары түсті көтереміз. Кәнекей, кім қалай сабақты түсінді көтереміз. Жақсы, біреу, екеу, үшеу, кімдер екенін білдім. Үшеу, үш бала тағы білгісі келіп тұр екен, тағы төртеу, Дәрмена, бесеу, Селинамен. 5 бала тағы тереңірек білгісі келеді. Қалғандар түсінікті болды екен, Жигалықпен 6 оқушы екен. Жарайсыңдар балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі сабақта балалар, сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Мен сендерді бағалап өтейін. Бүгінгі сабақта белсеніп қатысқан оқушыларымыз бар. Ол бізге Влад белсеніп қатысты. Владқа жақсы бал қоямын бүгін. Карина жақсы қатысты бұл қатардан. Лиана да қатысып отырды. Одан кейін мына қатардан, екінші қатардан Диас жақсы балалады бүгін. 10 балалады. Диас молодец, жақсы жарайсың. Фаина өте жақсы қатысты. Фаинаға да жақсы бар. Рамазан жақсы қатысты. Абдулазиз жақсы қатысты. Милана да жақсы қатысып қолын көтеріп отырды. Рушана бүгін бізде тақпақ айтты. Селина бізде жақсы қатысып қол көтерді. Сендердің барлықтарыңа жақсы, кім қалай жауап бергені бойынша, сабақтың басында айтылған критерий бойынша мен сендерге бүгін күнделікке балдарымды қойып беремін. Енді балалар, бізде алда білесіңдер қандай жақсы айтылу мейрам келе жатыр. Ол 16 желтоқсан. Қандай күн? День независимости. Қазақшасы қандай болады? Тәуелсіздік күні, тәуелсіздік күні. Сол тәуелсіздік күні туралы біз қашан біз уже біраз болды өлең жаттағымыз келіп, осы өлеңді жаттағанбыз. Осы өлеңді балалардың сұранышы бойынша апай сабақта айтайықшы деп қоймай айтқысы келіп жатыр оқушылардың. Сол өлеңді айтып өтсек. Видеосы өте тамаша, балалар ұнайды.
балалар, енді сіздерге келесі сабаққа үй тапсырмасын беремін. Үй тапсырмасын жақсылап түсініп аламыз. Үй тапсырмасына балалар 120 беттегі 4-ші тапсырманы жазамыз. Күнделікті ашып жазып алыңдар. Күнделікке жазамыз, сендер соны жақсылап қарап, жақсылап орындайсыңдар. 4-ші тапсырмада балалар. Бірінші, біз Абайдың табиғат туралы өлеңін және білім туралы өлеңін жақсылап оқимыз. Одан кейін бар тапсырманы орындаймыз. Жазбаша орындаймыз тапсырманы. Мына сұрақтарға 5-ші тапсырманың сұрағына 121-ші беттегі Абай Құнанбайұлы туралы сұрақтарға келесі сабаққа ауызша жауап береміз. Осымен балалар сабақ аяқталды. Рахмет, қош сау болыңдар.